Жақсы алтын билет нақтан шықсын. Мәди қинайса алдым. Адам без алтын шоколад ничего қиын. 7-ші тарау. Оқимыз ба? Я, Оқымаймыз ба? туған күнді оқимын. Қазір аламын. Чарлидің туған күні. Чарлидің туған күні келдік. Аймақ. Чарлидің туған күніне қандай сыйлық берді оған? Вилли Вонканың шоколады. Ол жылына неше рет жейді? Бірақ тек қана туған күнде жейді. Оны өше майдалап, кітайлап жейді. Енді Чарли алтын билет ұтып алады деп ойлайсың ба? ұтып алады. Көрейік, давай. Чарли ертеңіне таңмен таласа тұрып, бөлмеге кіріп келгенде 4 қария туған күнің құтты болсын деп жамырай құттықтады. 4 қария, ата әжесі бәрі құттықтады. Чарли өзін өзі күштеп жымиып төсек шетіне келіп отырды. Өзі былай күліп ше, қатты күле алмай ше, өзіміз деп. Ол өз сыйлығын, өзіне берілген жалғыз сыйлықты қос қолымен қысып ұстап алыпты. Оған шоколад беріпті сыйлық. Аймақ ұста сен. Орамда Вомка балшырыны деп жазылған. Вомка. Бізде Вонка бар деп. Бәрі сол. Төсектің екі шетінде жастыққа арқасын сүйеп отырған 4 қария Чарлидің қолындағы шоколадқа қобалжи қарады. Мистер мен миссис Бакет те кіріп, төсектің аяқ жағында Чарлидің әр қимылын бағып тұр. Чарли не істейді екен деп бәрі қарап тұр екен. Бөлмеде бір сәт тыныштық орнады. Бәрі үндемей қалыпты. Чарли шоколадпен не істейді екен дейді. Бәрі Чарли сыйлығын ашса екен деп күтіп отыр. Чарли саусақтарын орамның жымына жүгіртіп өтті. Тып-тыныш бөлмеде жылтырақ қағаздың судыр-судыр дыбысы ғана шығады. Орамның ішінен күтігенің шықпаса, қатты ренжіме күнім. Айтып жатыр да енді. Мамасы. Ішіне алтын билет шықпаса, қатты ренжіме дейді. Сен шоколад съест. Жолы болғыш болу міндет емес дейді. Удачливый дейді. Лаки, жолы болғыш деген удачливый. Удача деген білесің ғой екен, повезло деген. Жолы болғыш болу міндет емес дейді. Бәрі удачливый болмайды дейді. Сен де ренжіме дейді. Алтын билетінен шықпаса, ренжіме дейді. Алтын билет шықса, салдың ба ішіне? Неге салмайсың? Деп айтып жатыр ғой енді миссис Бакет, мен емес қой. Жоқ қой, миссис Бакет атын. Деді миссис Бакет жұмсақ үнмен дейді. Маман дұрыс айтады, деді мистер Бакет. Папасы айтып жатыр. Маман дұрыс айтады дейді. Ішінен алтын билет шықпаса, не істемейді, қатты өкінбе дейді. Ренжіме дейді. Айтып жатыр. Бүкіл жалпақ дүниеде иесін таппаған 3-ақ билет қалыпты, деді Жозефина әже. 3-ақ билет қалыпты. Бір нәрсе есіңде болсын, деді Жоржина әже. Қандай жағдай болған күнде шоколадың өзіне қалады. Ішіне дым шықпаса да, шоколад бәрібір сенікі деп жатыр. Әжесі де, Жозефина әжесінде, Жоржина әжеде бәрі. Вонка балшырыны, деді Жорж ата. Бұл керемет шоколад. Саған қатты ұнайды. Көрде тұр дейді. Айтып жатыр да, ішіне алтын билет шықпаса да, шықпау мүмкін ғой енді. Шықпау мүмкін ғой. Сен істемейсің ғой енді. Дұрыс айт енді. Шықпау мүмкін. Бірақ все равно ішінде саған ұнайтын шоколад бар ғой дейді. Шоколадтың дәмі ұнайды ғой саған дейді. Сен тұрсың ба? Сол үшін шықпаса да ты сильно не расстраивайся, қатты ренжіме, өкінбе дейді. Ішінде бәрібір шоколад бар дейді, күшті, саған ұнайтын шоколад. Сен тұрсың ба? Бәрі сөйтіп айтып жатыр Чарлиге. Я, деді Чарли дауысы әрең шығып. Білем, деді. Сол антұрғыр алтын билетті ұмытта, шоколадыңды жеші, деді Джо ата. Неге жемей отырсың, дейді. Джо ата айтырды. Ұмытшы, дейді, алтын билетті. Тасташы, дейді. Ойлама, дейді, алтын билетті. Ең басты шоколад, дейді, күшті. Сен тұрсың ба? Бірақ тақта шоколадтың ішінен сиқырлы билет табылады деп дәмеленудің өзі күлкілі екенін сезген ересектер алда күтіп тұрған сәтсіздікке Чарлиді білдірмей дайындап жатқан еді дейді. Енді олар үлкен кісілер. Бірақ
шоколад алып тұр ғой енді жылына бір-ақ рет. Оның ішінен алтын билет шықпайтын, олар ойлап тұрды, шықпайтын сияқты деп ойлап тұрды. Сол үшін Менде шықпайтын сияқты деп, сен істемедің деп ойлаймын. Неге істемейсің, пап? Замечательный пел. сен жаңағы Вероника сол сияқты болып тұрсың ғой қазір, еркелеп. Тыңдайық та. Жоқ та. Тыңдайық та. Ата істеймін. Тыңда. Енді олар Чарлиді бәрі сөйтіп не істеп отыр? Дайындап отыр. Чарлиді білдірмей дайындап жатқан еді. Бірақ бұл жерде ересектер білетін тағы бір нәрсе бар еді. Алтын билетті ұтып алуға мүмкіндік қаншалықты аз болғанымен ондай мүмкіндік бар дейді. Үлкен кісілер алтын билет шықпауы мүмкін деп Чарлиға дайындап отыр ғой. Бірақ іштерінен оларда мүмкіндік, все равно шанс есть деп надежда бар да оларда. Үміт бар. Понимаешь? Надежда бар да оларда. Біз де ұтатын шығармыз деп кішкене. Бірақ Чарлиға айтпай отыр олар. Іштерінен ойлап отыр да оны. Ол жерде мүмкіндік болуға тиіс еді. Бұл шоколадтың мүмкіндігі басқа алтын билетті шоколадтардың мүмкіндігінен еш кем емес. Дәл басқа шоколадта қандай шанс бар? Мүмкіндік. Мынада да сондай бар дейді. Шанс бар. Сондықтан баланың аталары мен әжелері, әкесі мен анасы сырттай сабырлы көрінуге тырысқанымен Чарлиден кем қобалжыған жоқ дейді. Бұлай сырттай Чарлиға, ой, алтын билет шықпаса да уайымдама деп тұрды, бірақ іштерінен олар да шықса екен деп отыр. Бәрі шықса екен алтын билет деп іштерінен. Бәрі армандап отыр. Шоколадын тезірек аш. Әйтпесе сабаққа кешігіп қаласың, деді Джо ата. Аша қойшы, құлыным, деді Жоржина әже. Тағатым таусылып барады. Чарли орамның бір бұрышын жайлап жырта бастады. Төсектегі қариялар мойнын созып, алға қарай ұмсынды. Бәрі қарақсы келді. Кенет бұдан әрі шыдай алмағандай, бала орамды қақ ортасынан жытып жібергенде, резко, тарс кізіп. Мен ба? Екеуіне жытып жіберген. Алдына ашық қоңыр түсті тақта шоколад топ ете түсті дейді. Аш, до конца, аш. Нету, ты чё, я же знала, что не будет. Зачем ты Тачай. Бірақ ешқандай алтын билет көрінбеді дейді. То есть и у тебя, сендерде де, Чарлиде алтын билет шыққан жоқ. Мейлі, өзімізде осылай боларын білбедік қой, деді Джо ата жайдар дауыспен. Чарли басын көтерді. Күлімсіреген 4 жылы жүз бұған барлай қарап тұр. Чарли оларға мұңдана жымиып, иығын қиқаң еткізді де шоколад тақтасын мамасына ұсынды. Мама, ауыз тиіңіз, бөліп жейік дейді. Бәріміз дәмін татып көрейік. Жоқ, өзің жей бер, деді анасы. Атай көрме, сені шоколадың жеу ойымызға кіріп те шықпайды. Бәрі сенікі, деді ересектер тұс-тұстан. Чарли кері бұрылып, шоколадты Джо атаға ұсынды. Алыңызшы, дейді атасына. Бірақ ол да өзгелерде шоколадтан титтей аузы тиюден де бас тартты. Мектепке кететін уақыт болды, балам, деді миссис Бакет Чарлидің сүйекті арық иығынан сипап. Тездет, әйтпесе кешігесің, дейді.